Баршаңызға сәлем. Ливия, араб көктемі және Муаммар Каддафидің өліміне дейін бұл ел әлемді өзгертуге дайындалып жатты. Қолдан жасалған ұлы өзен деп аталатын жоба Сахара құмдарын сөзбе-сөз жасылдандыруы керек еді. Бірақ Каддафи тропиктік күнге күйіп кеткен шөлдің ортасында суды қайдан алмақ болды? Неліктен НАТО ұшақтары инфрақұрылымға жойқын әуе шабуылын жасады? Батыс елдеріне Каддафидің жобалары неге ұнамады? Ол елді басқарып тұрғанда мемлекеттің жағдайы қандай еді? Және қазір қандай күйде? Бүгінгі видеода айтатын боламыз. Барлығы Каддафи билікке келгеннен кейін басталды. Бұл 1969 жылы әскери төңкеріс нәтижесінде болды. Муаммар бастаған жас офицерлер тобы король Ыдырыс бірді тақтан тайдырған еді. Оның билігі кезінде Ливиядағы жемқорлық бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Элиталық топ шалқып, халықтың көпшілігі кедейшілікте өмір сүрді. Сонымен қатар ол Англия мен ақш-тың қуыршағы еді. Бірінші Ыдырыс патша тұсында Ливия мұнайы мен газы батысқа өте арзан бағамен ағып жатты. Билік басына келген Каддафи батыс әскерлерін елден қуып, олардың базаларын жауып, социализмге бет алды. Ол британдық және америкалық мұнай компанияларын ұлттандырып, энергия экспортының бағасын көтерді. Бұл жаңа биліктің бірінші жылында ғана Ливияға $миллиард қосымша табыс әкелді. Жылына $10 миллиард жуық мұнай сатудан түскен табыс мемлекет мұқтажына бөліне бастады және ел азаматтарына теңдей бөлінді. Елде 2011 жылға дейін тәулігіне 1,6 миллион баррельге жуық мұнай өндіріліп, 600 мың отбасының әр қайсысына жылына $7-10 мың түскен. Электр энергиясын пайдалану тегін болды. Жас отбасылар үшін қолжетімді баспана бағдарламасы жұмыс істеді. Оның аясында оларға жаңа пәтерлер сыйланды. Каддафи дәуіріндегі Ливияда білім мен ауруханаға қаралуда тегін болды. Джамахария жетекшісінің бұйрығымен кейбір дәріханалар дәрі-дәрмекті тегін берді. Ал жалған фармацевтикалық өнімдер шығарғандар өлім жазасына кесілді. Каддафи кезінде Ливияда арзан бағадағы азық-түлік бар супермаркеттер желісі ашылды. Мемлекеттік банктердің барлық несиелері пайызсыз болды. Бензин Суданда арзан еді. Үйсіздер мен жұмыссыздар мәселесі де жоқ. Каддафи тұсында орташа өмір сүру ұзақтығы 2 есе дерлік 40-тан 72 жасқа дейін ұзарды. Ливияда дәстүрлі мұсылман қоғамының өміріне әсер еткен кейбір оң өзгерістер жасалды. Ерте жастан некеге тұруға тыйым салынды. Әйелдер жұмыс істеген үшін бірдей жалақыға ие болды. Жоғары білім алған әйелдердің үлесі 1966 жылғы 8%-дан 1996 жылы 43%-ға дейін өсті. Бұл ерлер деңгейіне сәйкес келді. Ливия заңнамасы ислам шариғатының негізгі қағидаларымен жасалды. Елде ішімдік пен құмар ойындарға тыйым салынды. Қоғамдық жазалар мен өлім жазасына кесу белсенді түрде жүзеге асырыла бастады. Барлық түнгі клубтар мен христиан шіркеулері жабылды. Ал 1984 жылы Каддафи өзінің ең үлкен жобасы қолдан жасалған ұлы өзен құруға кірісті. Ол өз елін ғана емес, Африканың басқа шөлді аймақтарында тұщы сумен қамтамасыз етуді жоспарлаған. Мұны қалайша Сахарада жүзеге асырғысы келді? Мұнда суды қайдан алуға болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Бастапқыда Ливия үкіметі басты назарды мұнайға бөлді. Билік қара алтын мемлекеттің гүлденуінің оның қаржылық қауіпсіздігінің кепілі болады деп дұрыс санады. 1953 жылы барлау кезінде бұрғылаушылар нағыз джекпотқа ие болды. Сахара құмының астында олар тек мұнайды ғана емес, сонымен қатар сулы горизонты да тапты. Содан 1953 жылы геологтар қандай қазына тапқанын өздері де сезбей қалды. Бұл Нубиялық сулы горизонт соңғы мұз дәуірінде Сахара құнарлы саваннамен жабылған және жауын-шашын жиі болған кезде пайда болды. Нубия қабатында шамамен 150 мың текше шақырым жерасты суы бар. Бұл керемет көрсеткіш. Сахара құмдарының астындағы су планетаның барлық тұщы көлдеріне, соның ішінде Байкалға қарағанда көбірек. Жерасты оазисі 4 елдің шекарасында орналасқан: Судан, Чад, Мысыр және Ливия. Бұған Ыдырыс король аса мән бермеді.
Бастапқыда Муаммар Каддафи да солай істеген. Бірақ кейіннен халық санының өсуіне байланысты тұщы су тапшылығы елдегі басты мәселелердің біріне айналды. Содан кейін үкімет Нубия көкжиектерін есіне алды. Осылайша инженерлер осы ең үлкен жобаны 80-ші жылдардың басында бастады. Оның құны шамамен $33 миллиард құрады. Құбырлар мен су өткізгіштердің орасан зор жүйесі, оның ішінде тереңдігі 500 метрден асатын 1300-ден астам ұңғымалар Триполи, Бенгази, Сирт және басқа қалаларды 6,5 миллион текше метр ауыз суымен қамтамасыз етті. Каддафи өзенді әлемнің 8-ші кереметі деп атады. Сондай-ақ үкімет жобаға ештеңе сатып алмай, қажетінің барлығын отанында өндіруге тырысты. Жобаға қолданылған барлық материалдар жергілікті жерде шығарылды. Ал Аль-Бурайха қаласында салынған зауыт 500 миллионнан астам құбыр шығарды. Жобаның мәні Ливия бүкіл Африканы арзан сумен қамтамасыз ету еді. Кең аумақта жерасты суларын соруға арналған сорғыларды іске қосатын сансыз көп күн батареялары бар. Тәулігіне өндірілген судың жалпы көлемінің 70% ауыл шаруашылығына, 28% халықтың қажеттілігіне, қалғаны өндіріске бағытталды. Шөлде жасыл оазистер пайда болды. 2008 жылы Гиннестің рекордтар кітабы ұлы техногендік өзенді әлемдегі ең ірі суару жобасы деп таныды. Көпшілік бұл идеяны сынады. Бірақ жоспар дерлік жүзеге асты. Жоспарда барлық 4 су қоймасын игеру болды. Африка халқы батыстық тәуелділіктен толық құтылып, қарусыз дамитын еді. Әрине, бұл жағдай батысқа мүлдем ұнамады. Оған отарлық тонауды жүзеге асыру және одан ресурстарды шығаруды жалғастыру үшін кедей Африка қажет. 2010 жылдың 1 қыркүйегінде жасанды су өзенінің тағы бір бөлігінің ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде Муаммар Каддафи Ливия халқының осы жетістігінен кейін ақш-тың Ливияға қарсы қаупі 2 есе артады. ақш кез келген сылтаумен бәрін жасауға тырысады. Бірақ шынайы себеп Ливия халқын қысымға ұшырату үшін бұл жетістікті тоқтату болады. Батыс елдерінің Каддафиді жек көруінің тағы бір себебі бар. 2008 жылғы жаһандық дағдарыстан кейін доллардың барлық әлемдік ресурстар үшін төлем құралы ретіндегі рөлі әлсірей бастады. Муаммар Каддафи Африка құрлығындағы ақш валютасының әлсіздігін алғашқылардың бірі болып пайдаланып қалғысы келді. 2009 жылы ол алғаш рет араб және африкалық елдерді бір валютада есеп айырысуға көшуге шақырды. Алтын динар Африка ресурстарына құндылық беруі керек еді. Бірақ Каддафидің ұсынысы алдымен Парсы шығанағының кейбір монархтарын, одан кейін Израиль үкіметін, Еуроодақты және ақшты ашуландырды. Осыдан кейін Ливия үкіметіне қысым басталды. Шенеуніктердің есепшоттары, кейін Каддафидің батыс банктеріндегі ақшалары бұғатталды. Бірақ келіскендер де болды. Көршілес Ливия елдері Алжир, Мали, Нигер, Чад және Судан алтын динарды айналымға енгізуді қолдады. Барлық құжаттарға 2011 жылы ел басшылары қол қоюы тиіс болатын. 2011 жылдың 15 ақпанында Ливияда наразылық шерулері басталды. Ол тез арада әскерилермен қақтығысқа ұласты. Зиялы қауым өкілдері Ливия революциясының жетекшісі Муаммар Каддафи мен оның қасындағыларды отставкаға кетіп, биліктің ауысуын қамтамасыз етуді талап етті. Бірнеше күннің ішінде наразылық шерулері Джамахарияның барлық ірі қалаларын қамтыды. Наразыларға әскерилерді шығарды. Әскер наразылықтарды күшпен басып, нәтижесінде елде азаматтық соғыс басталды. Бастапқыда көтерілісшілер жеңілді. Бірақ наурыз айында НАТО бейбіт тұрғындарды қорғаймыз деген желеумен қақтығысқа араласады. Альянс оппозицияны қолдап, Ливия әскерін талқандауға кіріседі. 2011 жылдың шілдесінде НАТО ұшағы қолдан жасалған ұлы өзен инфрақұрылымына шабуыл жасап, содан кейін құбыр зауытын бомбылады. Альянс өкілдері бұл кәсіпорындарда әскери техника, оның ішінде бірнеше зымырандық жүйелер сақталған деп мәлімдеді. Бүгінде бұл жаһандық суару жүйесі бүкіл Ливия сияқты аянышты жағдайда. НАТОның қолдауымен революционерлер Ливияның ең ірі қалаларын басып алды. Оның ішінде астанасы Триполиде бар.
Каддафи елдің батысындағы Сиртке қашты. Қазан айында көтерілісшілер Сиртке басып кірді. Каддафи қоршаудағы қаладан шығып кетуге әрекеттенгенде, оның кортежі НАТО әуе күштерінің шабуылына ұшырады. Ливия басшысы басынан ауыр жараланып, көтерілісшілердің тобының қолына түсіп, азапталып өлтірілді. Каддафидің қырғынынан 3 жыл өткен соң, елде тағы бір азамат соғысы басталып, ол 6 жылға созылып, бүгінде Ливиядағы саяси жағдай, жұмсақ тілмен айтқанда, тұрақсыз күйде қалып отыр. Ливия экономикасы және халқы үшін оның салдары ауыр болды. 2010 жылмен салыстырғанда, елдің жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнімі 2 еседен астамға азайды. Егер бұрын Ливия бұл көрсеткіш бойынша 60-шы орында болса, 2019 жылы ол 120-шы орынды иеленді. Ел 1970 жылдардағы деңгейге қайта оралды. Мемлекеттің инфрақұрылымы 300-інде жойылды. Тек 2011 жылдың өзінде оны қалпына келтіру құны 14 миллиард долларға бағаланды. Елге тиесілі шетелдік есепшоттардағы қаражат бұғатталып, сарапшылардың айтуы бойынша іс жүзінде ливиялықтар енді оларды ала алмайды дейді. Мұнайдан түсетін табыс жоқ. Оларды не лаңкестер басып алған, не ондағы өндіріс тоқтап тұр. Каддафиді біреулер тиран, диктатор, шөлдегі құтырған ит, немесе елдің ақшасын жеген жемқор деп айтуы мүмкін. Бірақ бір анық нәрсе бар. Оның тұсында елдің экономикасы жанданып, халықтың жағдайы қазіргі жағдайдан өте жақсы еді. Кубаға 63 жыл бойы не үшін санкция жариялаған білесіздер ме? Және бостандық аралы деп аталған Куба елі осы жылдар бойы қалай өмір сүрді? Оларға кімдер көмектесті? Білмесеңіздер, мына сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады.